Өкінішке қарай біздің қоғамда қыз бен жігіттің жүруі, мұның барлығы белең алып бара жатқан нәрсе. Сол үшін ондай әрекеттерге де барып қойғандар бар. Алла тағала олардың барлығына, Алла баршамызға беріп қойған үлкен мүмкіндік бар, ол тәубе есігі. Тәубе деген Алла тағаланың ашып қойған есігі бар. Тәубе деген сөздің мағынасы Құдайға қайту дегенді білдіреді. Құдайға қайту. Яғни негізінде, әсілінде сіз Құдаймен бірге болуыңыз керек еді. Бірақ күнә жасадыңыз, намаз оқымадыңыз, құлшылықта болмадыңыз, Алла тағала тыйым салған істерді істедіңіз. Сонымен сіз Құдайдан ұзақтадыңыз. Құдайдан ұзақтап қалдыңыз. Негізгі мекеніңізден ұзақтап қалдыңыз, кеттіңіз. Енді тәубе деген сөз сол өзіңіздің негізгі мекеніңізге қайту. Негізгі мекеніңіз қай жер? Ол Құдайдың жаны. Құдаймен бірге болу. Алла тағала кім енді тәубе етсе және ізгі амал жасаса, Алла тағала олардың күнәләрін жақсылыққа айналдырады деді. Олардың күнәләрін жақсылыққа айналдырады. Яғни сіз күнә істеп жүрген болсаңыз, Алла тағала сол алдын күнә істеген болсаңыз, сол күнәләріңізден өкініп тәубе еттіңіз бе, Алла тағала сіздің сол күнәләріңізді де сауапқа айналдырып жібереді. Тәубе үшін не керек? Тәубе үшін ең бірінші кезекте өкіну керек. Сол істеген ісіңізге өкіну. Одан кейін сол істі тастау керек. Және одан кейін сол іске енді қайтпаймын деген толық сізде шешім болу керек. Сондай шешімге келуіңіз керек. Яғни болашақта істеп қоюы мүмкін, болашақта осы күнәні тағы да атқарып қою мүмкін деген сияқты ойда болсаңыз, ол тәубе емес. Және сондай-ақ төртінші шарты, егер сіздің күнәңіз адамдардың ақысына байланысты болса, онда адамдардың ақысын қайтару. Адамдардың ақысын қайтару. Біреудің ақысын жедіңіз, қызметшінің ақысын бермедіңіз, біреуді ғайбаттадыңыз. Бұндай кезде сіз сол адамдардың алдынан өтіп, ақыңызды адалдауыңыз керек. Сол кезде Алла тағала сіздің тәубеңізді қабыл етеді. Егер пенде шынайы тәубе етсе, Алла тағаланы кешірмейтін күнәсі жоқ.